Сәлеметсіздер ме оқушылар? Өнімнің бағасын есептеу. Бұл жерде есеп шығару. Яғни өнімнің бағасын есептеуіміз керек. Егер өнімнің салмағы бізге белгілі болса, қанша килограмм алғанымыз, және ол өнімнің бағасы бізге белгілі болса, біз төленетін бағаны есептей аламыз. Осы қарапайым есепті шығару үшін біз қарапайым мысалды қарастырамыз. Сонымен бүгінгі сабақтың тақырыбы алгоритм құру. Өңдеудің кіріктірілген ортасында есептердің моделін құру. Және алгоритм трассировкасын жүзеге асыру. Бірінші, біз есептердің моделін құруды қарастырайық. Модель. Біз модель құру арқылы ол объект жайлы бастапқы мәліметтерді аламыз. Қолда бар мәліметтер жеткілікті болғанда, есепті шешу үшін алгоритм құра бастаймыз. Құрған алгоритмдерді программалау тілдерінің біріне аударамыз. Яғни бірінші кезеңде объектінің маңызды қасиеттерін, ол бағынатын заңдар, және оның бөліктеріне тән байланыстар, заңдар дегеніміз заңдылықтар, яғни математикалық формулалар. Математикалық формулаларды пайдаланып, біз қолымызда бар мәліметтерді пайдаланып, математикалық модельді жасаймыз. Яғни математикалық модель теориялық әдістермен зерттелетіндіктен, олар арқылы объект жайлы бастапқы мәліметтерді енгіземіз. Екінші кезеңде модельді компьютерде жүзеге асыру үшін алгоритм құрамыз. Яғни модель сандық әдістерді қолдану ыңғайлы түрде берілу үшін шамаларды біз енгіземіз, және бұл олардың жоғары дәлдікпен есептелу үшін біз дұрыс алгоритм құруымыз керек. Үшінші кезеңде осы құрылған алгоритмдерді компьютер түсінетін бір тілге аударамыз, яғни программалау тілдерінің біріне аударамыз. Мысал қарастырайық. Мысалға тікбұрыштың ауданын табу керек болсын дейік. Бұның математикалық модельдеуін жасайық. Яғни бізде берілген объект тікбұрыш. Оның біз енін, ұзындығын өлшей аламыз. Ауданын табуымыз керек. Біз берілген, яғни аудан ұзындығы мен енін өлшеп, оны жазамыз зерттеу барысында, және нені табуымыз керек. Ізделініп отырған шаманың заңдылықтарға сәйкес формуласын жазамыз. Сол формулаға бізге қажетті ақпараттар жеткілікті, яғни мәліметтер бізде толық. Біз ауданды табуымыз үшін ұзындығы, ені белгілі. Екеуін көбейтіп біз ауданын табамыз. Және жауабын жазамыз. Бұл математикалық модельдеу. Келесі компьютерлік модельдеуге көшеміз, яғни алгоритм құрамыз. Бізде алгоритмде айнымалыларды енгіземіз. Оператор орындалады, яғни формула жазылады, немесе іс-әрекет жазылады, және нәтижені шығару. Соңы оң жағында блок сызба түрінде берілген алгоритмнің басы, енгізілген айнымалылар және оператор. Бұл жерде яғни процесс орындалады, формула жазылып, есептеледі, немесе іс-әрекет жазылады, және нәтижені шығару. Соңы алгоритм дедік, енді программалау тілдерінің біріне аудару қажет. Бірінші C++ CodeBox программалау ортасында жазылуы, яғни кітапхананы қосқаннан кейін біз айнымалыларды енгіземіз. Және бұл жерде де міне int деген бүтін сан деген сөз қысқаша жазылған. Ұзындығы бүтін санмен берілген, және ені бүтін санмен берілген. Бұл екеуінің көбейтіндісі, яғни біз баспалаймыз, нәтижені шығар деп тұр. Бұл жерде count s тең болады деген символды, және s-тің мәнін осы жерге жаз. Және аяқта деп тұр жолды. Python программалау ортасында мұнда да сол айнымалар енгізілген, яғни бүтін сан түрінде, және оператор жазылған формула, және нәтижені баспалады, нәтижені шығар. Pascal программалау тілінде де
программаның атауын береміз. Аудан дедім. Және variable айнымалылар. А нақты сан деп бердім бұл жерде. B нақты сан. Нақты сан және B нақты сан. Басы оқы айнымаларды оқы дейді. Яғни бізден айнымаларды сұрайды енгіз деп. Біз енгіземіз. Одан кейін ол орнына айнымаларды формулаға қойып, ауданын есептейді. S-тің мәнін есептейді. Шыққан мәнді нәтижені, яғни шығарады. Экранға шығарады. Соңы. Осылайша қарапайым есептерге модель құрып, алгоритм құрып, программалау тіліне аудару. Енді мына қарапайым мысалға осылайша математикалық модель, компьютерлік модель құрып, яғни алгоритм құрып, программалау тілдерінің біріне аударып көрсеңіздер болады. Өнімнің бағасын есептеу деген есебімізде алгоритмді трассалау. Оны кесте арқылы жүзеге асырамыз. Тік төртбұрыштың ауданын есептеген мысалымыздың алгоритмін қалай трассалағанымызды көрсетейік. Яғни бірінші қадам қандай операция? А айнымалысы енгізіледі бірінші қадамда. Екінші қадамда Б айнымалысы енгізіледі. Үшінші қадамда аудан есептеледі. Формуланы жазамыз. Төртінші қадамда есептелген ауданды экранға шығару. Яғни осылай кесте арқылы алгоритмді трассалап алуға да болады. Егер сіздерге сабақ түсінікті болса, онда математика, физика, геометрия пәндерінен берілген есептерді осылай математикалық моделін алдымен құрып алып, одан кейін алгоритмін құрып, алгоритмді трассалап, қосымша жабдық сандар болады. Бір жағынан математика, физика, геометрия пәндерінен есептің формулалары естеріңде қалады. Екіншіден программалауда алгоритмдеп трассалап үйренесіздер. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.